Bizimizin aramızda bir yerinde otur. Serkan Ağa, sizge söz. Armısızlara yolda halkımızın geleceğini terbiyeleyip ustalar, avakuşlar. Hazır ülkemiz var, kişimiz var. Halkımızın çarpayını baykalıyoruz. Baykasanız da şanlıklı bet karşılaytığımız gerek. Halkımızda kön, dağdarız sekildi. Menezinde, kulpunda, destur saltında, jalpı orpak terbiyesinde kön ülkemçilisi. Biz bugün cay, Sovetmanla basıpın kezdesine gelip oturmanız yok. Biz orpak terbiyesini söyleyip deyip gelip otururuz. Siz de erken ağırtmışsınızlar. Halkta jöndeйтін bir gene bağıt bu ağırtmışlık var. Onun üstünde tövelsizlik almandan beri varız. Olamda adilette, tertipte yok. Adamda terbiye bozulup vardır. Ne isteyimiz? Benim mesele olsunu çeşmemiz gerek. Kök olmasını kolga vuruyor. Sol için ben sizlerge 3 türlü sırak koyayım diye oturum. Kazın, sizde bir gün magistran doktorasız da para. Studentimiz. En birinci adam degenimiz ne? Kim aytar? Жылдан айтыңыздар, уақыт кетті. Жақсы мен жаманды ажырата алатын ақыл иесі. Ha? Жақсы мен жаманды ажырата алатын ақыл иесі. Тағы кім не айтты? Басқа жанды мақұлықтардан өзінің ақыл, сана сезімі ерекшеленіп жатыр, жаратылышыға. Тағы кім айтты? Өйткені бұны қойып тұрғанымыз біздің алдымыздағы малымызда, жанымызда адам. Ол және ана нәресте. Тауықтың балапаны жұмыртқадан шыға салып жүгіріп кетеді. Егер адамның баласын қасына қойса, көзін жұқып өлтіріп тастайды. Адамда ешқандай осындай халдағы адамды біз жетілдіруіміз керек. Тағы де қандай? Адам дегеніміз не? Мен қанағаттанған жоқ, айтып қойын. Адам дегеніміз 3 түрлі күрделі жүйеден тұратын тіршілік иесі. Жаңағы сөздің әлеумет, оның бәрі кейін келеді. 3 түрлі күрделі жүйеден тұратын тіршілік иесі. Тән құрылысы, жан дүниесі, рух қуаты. Бүкіл біздің өркениетіміз 21 ғасыр. Адамда тән тәрбиесінен басқа мен қазір сұрайын. Жан дегеніміз не десеңіз, жаңағыдай сіздер айта алмайсыз. Адамның мәні не де? Екінші сұрақ міне. Оны тағы білмейсіздер. Адамның мәні жанында. Міне, осы үшінші адамның бақыты не? Міне, бұл дүниеде тән тәрбиесінен басқа ештеме жоқ дедік. Солай ғой. Біз жанның, тәннің 12 мүшесі бар секілді, мен Алла тағала маған дәрігер болуымның арқасында одан кейін жазушы болуым, осыдан бері педагогика келіп біледі. Міне осының арқасында жанның 12 мүшесі бар екен таптым қарақтар. Міне осының ішінде. Сол жанның 12 мүшесі түгелдің мен тек қана ана құрсағында ғана ашылатынын анықтадық. Ана құрсағынан кейін ашылмайды. Мына сіздерде егер ананың жанның 12 арнасын ашып, жан тәрбиесін бермесе, сіздерде көп дүниеден олқылық қой. Міне бүгінгі біздің сөйлесетініміз қарақтар, ұрпақ тәрбиесінің жамын. Сіздер мені педагогсыздар, сұрайыншы. Педагогиканың методологиясы қайсы? Айтыңыздаршы. Оқып жүрген жалпы педагогиканың методологиясы қайсы? Жүйесі бар ма? Негізі қайсы? Айтыңыздаршы. Педагогиканың біздің жалпы бүгінгі оқып жүрген педагогиканың психологияда Европа-центризм методологиясына сүйеніп жасалғандықтан бұнда методология. Міне қызықтырады. Мен сабақ беріп жүрмін студенттерге. Студенттер жылағандай болады. Психологияны оқимыз, басымыз іштеме тоқтамайды. Неге тоқтайды ол?
жалғылама өтірік сенімге сөйлер. Бұл тоқтамайды. Міне қараңыз. Ал осының жоқ деп қана қойғанымыз жоқ. Адам тәрбиесінің жаңа методологиясын аштық. Қарап, екі сатылы методология. Біріншісі биологиялық индивид, міне, дәм болып бір клетка түскеннен туғанға дейін, 40-на дейін биологиялық индивид. Бұны қалай тәрбиелейміз? Бұны жүрек тәрбиесі жүйесінің, міне, биологиялық индивидте педагогикада жүйе жоқ бүгінгі. Жүрек тәрбиесі деген жүйе шығады, соның тәсілімен жаңағы жанның 12 арнасын ашамыз. Бұның барлығын мен көктен алып отырған жоқ тарапқа. Мынау біздің халқымыздың керемет халық педагогикасы бар. Бізді зомбылап тастаған. Бізде ғылым жоқ, мәдениет жоқ, анау-мынау деп. Өтірік бәрі. Біздің ата-бабамыздың жасаған дүниесін әлемге дейін ұға алмай отыр. Мен сіздерге айтайын. Европа генетиканың 18-ші ғасырда ғана ашып түсуде біздің ата-бабаларымыз біздің эрамыздың 2-ші ғасырында генетиканы білген. Дәлеліңіз қайсы дейсіздер ғой? Дәлелім біле. 4 түлік малдың табиғи сұрыптаудан өткізген ата-бабамыз. Жылқыдан дүлді алды. Тұлпар алды, қарғымақ алды, қазанат алды. Біз өсінгі дейін дүлділді де, арғымақты да, тұлпарды көргеніміз жоқ қарапта. Біз қазанат ала алмай отырмыз. Ветеринариясы дамыған, мына бекшара қоғамда қазанат ала алмай. Осыны құдіретінен айналайын не деген бұл ата-бабаның аруағына сыйым қарақтарым. Осыны әкелді өзінің ұрпағына қолданды. 2500 халық бар дүниеде, соның ішінде жалғыз қазақ қана 7 атаға дейін қызалыспайды. Міне табиғи сұрыптаудың бұдан асқан ілім, бұдан асқан құдірет жоқ. Туыспын деп жүрген өзбек те, ұйғыр да, қырғыз да 7 атаға дейін алмайды. Ұстамайды. Өзбектер, ұйғырлар ағайынның 2 адамның баласы. Біз керемет елдің бәрін жаңқадық, сүттік жүр. Соның негізі қайда әлі айтпайды. Ешкім айтпайды. Білімдімін дегендер де айтпайды. Бәрі 7 атада жатыр жандар. Міне, немересі мен немересі үйленген адамды қарғадым ғана туысқанды сезім. Түсінесіздер ме? Осы. 7 атаға дейін қызалыспайтын қазақта туысқандық сезімді өлшеп көріңіздерші. Әр атада 30 жылдан есептегенде қанша жыл 7 ата? Математика. Міне, қараңыз, не деген құдірет. Міне осының арқасында ана кешегі келген келімсектерге қолындағы тұрған бір түйір нарығын бөліп бердім сен. Өзіме жамылғы жетпейді, соны барып жартысын соған жапты. Осыны міне, ассамблея құрған мен, осыны түсіндіре алмайды. 2008 жыл менің 5 жыл әлеміне шақырып 4-ші баяндамашы етті. 3 баяндамашы, 2 ауыз қазақша сөйлеуге орысша өтті. Мен сонда мынандай сұрақ қойдым. Бүкіл 40 депутат, 4 министр, бүкіл мәдениеттің адамдары отыр. Адамзаттың ақылманы сүйіктілік ұят айтқан екен. Өзіңнің тілін сүймеген, оны жетілдірмеген, жетілдіруге ұмтылмаған адамнан адам, одан мәдениетсіз адам жоқ. Ұят айтты. Сонда біздің мына мемлекетіміз өз мемлекеттік тілін білмейтін, оны сыйламайтын мемлекеттің мәдениеті қандай? Айтыңыздар, содан кейін мен баяндама жасаймын деп. Бұлар шошып кетті. Бұрын соңғы ондай сөйлестімегі төбелерге көз төбесіне шықты. Ашының бар екені бүкіл, міне, сізді қоршап тұрған қоғамның барлығында жүйе бар. Жүйе бар жерде ие бар қарақтар. Ана қарашы, бүкіл өсімдік бәді.
тамыры, діңгегі, бұтағы, жапырақ. Соның біреуі жоқ болсыншы, ол өсімдік өспейді. Сенің жүрегің, қан тамырың, әне, жолын жүйкең, гормональный жүйе. Міне тәнің, жаның, ұрық қуаты. Бұл болмаса адам жоқ. Жүрек тоқтаса қайтеді. Адам өледі. Міне осы жүйені жасап тұрған міне. Жаратушы. Қазір өзінде әділет пен тәртіп болмағаннан қоғамдық мына мекемелердің ішінде негатив өте көп. Мен өте қатты сезінемін соны. Негатив. Көрдіңіздер? Ал бұның барлығы керемет екен дедік, бұл қандай методологиямен келді? Европа центризм методологиясы апат деген мақаланы осыдан 4 жыл бұрын жазды. 3 түрді дәлел. Бұл шын мәнінде апат. Европа центризм методологиясының біздің қазіргі оқып жүрген педагогика, кешегі Лок, кешегі Пастелецкий, кешегі Макаренкоға дейінгі Құдайдай айтып жүрген адамдардың өтірігі айтам. Бұлар айтады. Бала туғанға дейін миы әппақ болып туады дейді. Қараш, сана тәрбие туғаннан кейін басталады дейді. Бұндай өтірік бола ма екен қарас. Сіз ойлаңызшы, міне ананың құрсағына дән түсті. Міне өлсіп сенің мына 12 мүшең содан жаратылып тұр, психикаң жаратылып жатыр. Нүктеден міне ми шықты, жұлын жүкке, мына қаншама тамыр шықты. Нерв тамыр. Осының барлығын әшін өтіп, 2,5 айдан кейін, 3 айдан кейін бала тәрбие. Кейде тек білейді әне. Екалап болғандарым бар ма? Неге? Жақтырмағандықтан кейбір дүние бүкіл барлық информацияны қабылдап жатамыз. Тіпті өз сөйлесім ол ұғат. Екқабат кезінде Алла тағаланың бергені мына медитацияға, үнемі медитацияға ана түсуге дайын жүреді. Бұл тәрбие тек қана мінәжат арқылы жүреді. Мінәжат арқылы ғана жаңағы тәсілді пайдаланып, жанның 12 арнасын ашу болады. Бұлай ашын ашы, мына Европа айтып жүреді. Жақсы сөз естісең, жақсы картина көрсең, жақсы ән естісең, әшейін келем. Өтірік, бұл жаңылық бар. Міндетті түрде ана мінәжатқа түсу керек. Ал енді осының барлығы қалпымыз. Сіз бүгінгі ғұлама ғалым деп жүрген біздерден кешегі Абылай, Қабанбай, Бөгенбайлар қараш азаматтық сана қандай? Қарақтарым, біз міне тарихымыздың өзін дұрыстап аламыз. Мына жерге қызықпаған ел болмаған. Жоңғар мына екі көшпелі, екі наданды бір-біріне соқтырып, бұның бір-біріне қырдырайық деген мақсатпен от қаруды Қытайда жасырын береді, жоңғарға. Орыста жасырын береді. От қарумен соғысты. Өзім қазақтың дәстүр салтын, міне қазір біз неге азып отырмыз? Дәстүр салтымызды білмейді. Тіпті ол сендер түгіл орта бүгін толық білмейді дәстүр салт. Дәстүр салтты білмеу, тілді құрметтемеу. Міне біз бірте-бірте ассимиляцияға өзіміз басып кетіп бара жатырмыз. Шаңырақтың астында бір-бірімен орысша сөйлесіп. Мына қыздар орысша сөйлесіп өзі. Мына ана жетелеп келе жатқан коляскада орысша сөйлесіп. Бұл бізде не осы дамый қойылмана келе не қазақты құртады, не қазақ санасы болып бүкіл халық осыған қарсы тоқтататын болса, керемет үлкен. Дәулет пен бақыт соншама ғажап дүние келеді қазақ халқына. Бұл үшінші негіз. Ана құшағындағы тәрбие бар. Ол деген таң ғажайып дүние оқымын. Ана құшағында түгелімен бірінші негізде жаңағыдай болатын болса,
бүкіл аурудан құтыламыз. Жаңағы тазалықты сақтауды түсінеміз. Екінші негізде ана құшағында жанның 12 арнасы, тек 12 арнаны ашамыз. Жан құмарлығына, тән құмарлығынан адам жан құмарлығына ауысады. Адам баласы 6-шы ғасырда болды. Мына жаңағы бала жамбылдар, бұлар 6-шы ғасырдың адамдары. Бұл мына темекіңді, мына арағыңды, мына яуыз сөзді ешқайсысын керек қылмайды, табиғаты қаламайды. Мына жексұрын сөзді, тәртіпсіздік барлығы. Екінші, ана құшағындағы тәрбие осыны бесі, үшінші, жаңа нәресте кезеңі, төртінші, бал бөлік кезеңі. бір жарым жастан 3 жасқа дейін. Бұның керектіні тіпті құдалысы. Мұнда баланың тілі шыға бастайды. 89 жылы немістің 2 ғалымы Нобель сыйлығын алды. Бүкіл филогенетический памятпен жалғастыратын тек қана ана тілі екен. Көрдіңіз? Сонда тіл арқылы біздің мына орыс мектебіне, мен аралас мектеп көріп жүрмін, орыс мектептерінде болып жүрмін. Бүкіл орыс мектебін сақтап отырған қазақтың балалары. Класста 25 бала болса, 20 қазақ. Бұл не деген көргенсің? Әйтпесе қазақ баласын түгел қазақ мектебіне бергенде орыс класстар баяғыда жабылды. Бодандықтан, орыстың бодандығынан құтылып ек, қазақ халқы қазір Касмабаев пен шала қазақтардың бодандығында отыр. Бұлар, мен осы үшін аралап көрдім ана қариялардың үйлері. Бәрі орыс класын бітірген балдар. Негізінен 95% солар. Солардың әкешісіз. Енді бірлі жарым әгі шып кеткен қазақ балалары мүлдем. Әгі не болып кеткен, болмыш болып кеткенде болмаса, ондай жоқ. Бұларда мемлекеттің де, отаның да, халқың деген, намыс деген барлығы екінші қатарда. Орыс мектебін бітірген. Орыс мектебін бітірген балалардан ғұлама ғалым да шықпайды. Бірде бір ғалым. Барлығы өзінің дәстүр салтын сақтаған адамдар ғана шығып отыр. Сәбилік кезең 4 жастан 7 жасқа дейін. Иманыңын қарап. Бұл деген міне сәбилік. Неге оларға ананы сұрайды, мұнаны сұрайды, көбелек ұшып бара жатса қуалайды. Иманыңын, Абай айтқан иманыңын. Білесіздер ме иманыңын? 3 сүю. Кімді сөйлейді Абай? Алланы сөйді, адамды сөйді, әділетті сөйді. 3 сүю сәбилік кезеңі. Балиғат кезеңі машқара болғанда бүкіл Европа барлық қиын бала дейді. Қиын бала деген жоқ, бұл надандық. Неге десең, міне көрдің бе, жүрек қан тамырлар жүйесі, жұлын жүйке жүйесі, 3-ші жүйе 7 жастан 13 жасқа дейін гормоналды жүрек алып тастады адамды. 7 жаста бір жарады, 13 жасында бір жарады. Қыздардың етектері кетті. Міне, осы балиғат кезеңді тәрбиесін білмеудің салдарынан тас талқаныңды шығарып төгіңі шайға айналады. Дұрыс тәрбие бермес. Міне қара, балиғат. Кәмелеттік кезең бұл. Міне осындай қарақтарым, оның барлығын бір әлемді сіздерге айтып түгел. Қолдарыңа кітап бердім. Бүгін өте реніштімін. Алдарында кітап жоқ. Тілазарсыңдар сендер. Қандай кітап? Мен бір ай болды айтқаныма, кітап алып, кітап оқып келіп, біз пікір алмастырайық деді. Керегі жоқ, олар бос сөз жүрмеді. Ал онда мен тоқтайын жандарым. Сіздер пікір айтыңыздар. Қарсы пікір ме, жағымды пікір ме, сұрақ қойыңыздар. Ал солай, осы біздің бүгінгі семинарымызды жақсылап орындайық. Ұлықсат па? Тоқтайын ба? Al, toca de